Сәлем достар, бүгін мынадай капустадан таңғы ас жасадым. Бұл гүлді капуста. Өте дәмді, пайдалы және мұны пісіріп жеу керек. Бұл капустаны суға пісіріп, жай пісіріп қана жеуге де болады. Және пісіргеннен кейін оны қуырып алуға да болады. Мына видеодан бәрін көресіздер. Ал мынау қалған жұмыртқа, сұйықтық, кляр. Мұны аударған жоқпын, осылай пісіріп алдым. Блин ретінде пісіріп алдым. Арасына помидор, майонез, укроп салып, осындай рулетиктер жасадым. Өте дәмді болады екен. Міне көріп отырғандарыңыздай қолда бар бағасы қолжетімді тағамдардан осындай керемет таңғы ас жасадым. Өте дәмді әрі тойымды және пайдалы. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеомды қарағандарыңыз үшін сіздерге алғыс білдіремін. Жазылып қойыңыздар. Әлі де талай қызықты да пайдалы видеолар салатын боламын.